Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді холодец рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осындай 2 сирақты алдым. 2 сирақты жақсылап суға жуып, қазанымызға су құйып, қатты отқа қоямыз. Содан су қайнағаннан кейін қақпағын ашып, бетіндегі көбіктерін сүзіп алып, бұл суды толығымен төгіп тастаймыз. Және де сирақтарымызды тағы да бір рет жақсылап жуып, қайтадан қазанға салқын суды құйып, сирақтарымызды салып аламыз. Суын қатты көп құюдың қажеті жоқ. Сирақтарымыз батып тұру керек. Және де қасына бір қара кесек ет қосамыз. Мен жылқы етін қостым, ал сіздер тауық еті, сиыр еті өз қалауларынша қосасыздар. Суымыз қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін толығымен алып тастаймыз. Суымыз мөп-мөлдір тап-таза болып шығу керек. Толығымен осылай көбігін алып қайнағаннан кейін оттың астын баяу қойып 6 сағат қайнатамыз. Сонымен 6 сағат қайнағаннан кейін сәбіз, пияз, лавр жапырағын, сарымсақ, тұз, бұрыш қосамыз. Біраз уақытты қайнағаннан кейін тұзын тағы да көреміз. Егер кем болса, тағы да қоссаңыздар болады. Содан соң тағы да 1 сағаттай баяу отта қайнатып пісіреміз. Жалпы 7 сағаттай қайнады менде. Көріп тұрғандарыңыздай еттер өте жұмсақ болып піскен, сүйектерінен ажыратылып тұр. Енді осылай сүзіп аламыз еттерін бөлек. Содан соң жаңағы пияз, лавр жапырақ, сарымсақты мен қоспаймын, оларды бөлек қоямыз. Ал енді еттерді өте майдалап турап шығамыз. Кейбіреулер ет тартқыштан да өткізеді екен, ол өз қалауларыңыз, бірақ осылай майдалап турағанда ерекше әдемі болып тұрады. Ал сорпасын тағы да бір рет сүзгіден өткізіп аламыз, тұп-тұнық болу үшін. Енді мына туралған еттерімізді жаңағыдай сорпасына қосып араластырамыз. Содан соң қалауынша сәбізді әсемдік үшін қолдансаңыздар да болады, немесе мен сияқты осылай майдалап турап қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, осындай қалаған ыдыстарыңызға немесе формаларыңызға құйып қойсаңыздар болады. Және де салқын жерде бірнеше сағатқа қатқанша қалдырамыз. Мен бір түнге балконға шығардым, себебі бізде Астанада қазір күн салқын, немесе холодильникке салсаңыздар да болады. Осылай толығымен қату керек, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мен арнама тіркеліп, қолдау білдірсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.